Сәлем достар, осы видеода неліктен Корея екіге бөлінгенін және оның бірігуіне қарсы болып тұрған ерекше себептерді айтпақпын. Сондықтан видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Сонда сіз бұл себептерді біле аласыз. Оған қоса, видеода егер екі Корея мемлекеті біріксе, қандай күшке айнала алатыны туралы айтпақпын. Ал ендеше видеоны көруге ыңғайлап жайғасып алыңыздар. Жақсы қаралым болсын. Түрі, тілі, ділі бір болғанмен бүгінде Корея ұлты екіге бөлінген мемлекет. Корей түбегінің оңтүстігінде Корея Республикасы, ал солтүстігінде Корей Халық Демократиялық Республикасы орналасқан. Екінші елдің бейресми атауы Солтүстік Корея. Солтүстігінде Қытай және Ресеймен шектеседі. Астанасы Пхеньян. Социалистік ел. Билік Еңбек партиясының қолында, яғни біздің тілмен айтқанда, Солтүстік Кореяның президенті 39 жастағы Ким Чен Ын, партия төрағасы. 20 ғасырда Корея ауыр жолдан өтті. Корей түбегінде қайғылы оқиғалар көп жағдайда елдің стратегиялық жағдайының салдарынан туындаған еді. Осыған байланысты ұлы державалар Ресей, Қытай, ақш, Жапония арасында бәсекелестік пайда болды. 1910 жылы Корея Жапонияның отарына айналды. 1945 жылы Жапония талқандалған соң Кеңес одағы Солтүстік Кореяны жапондардан азат етті. Ал Оңтүстік Корея ақш құзыретіне өтті. Екі аумақтың шекара сызығы 38 параллель бойынша белгіленді. Соғыс кезінде одақтастар бастапқы кезеңде Кореяға қамқорлық жасап, оны тәуелсіздікке дайындаймыз деп келісті. 1949 жылы американдық және кеңестік әскерлер Кореядан шығарылды. Екі Корея мемлекеті енді азамат соғысы жағдайында қалды. Елдің солтүстігінде Ким Ир Сен, яғни жаңа айтылып өткен Ким Чен Ынның атасы тоталитарлық коммунистік тәртіп орнатса, оңтүстікте американдықтар қойған Ли Сын Манның тәртібі билік етті. Екі жақта қаруланып, Кореяны біріктіруге байланысты ұлттық мәселеде бір-біріне күш қолданамыз деп сес көрсетті. Шекарадағы қақтығыстар қалыпты құбылысқа айналды. Әскери қақтығысқа кез келген ұсақ оқиға себеп болды. Ақыры 1950 жылы бұл азамат соғысына келді. Алғашында жеңіске Корей халықтық армиясы жетіп отырды. Бірақ көмекке ақш келіп, әскери флоты мен әскерін кіргізді. Кейін соғысқа қытайлық еріктілер қатысып, американдық әскерді 38 параллельге қарай шегіндірді. 1953 жылы шамамен осы сызықта Корей соғысы аяқталады. Соғыс еш нәтиже бермеді, бірақ екі жақтан да орасан зор шығын болды. Оңтүстік Кореяда қаза тапқаны, жараланғандар мен із-түссіз жоғалғандарын қоса есептегенде 1,3 миллион адамнан айырылды. Ал Солтүстік Кореяның қаза тапқан және жараланған адамдарының саны 1,5 миллионға жетті. Ал енді Кореяның бірігуіне қарсы болып тұрған себептерге келсек. Германия мен Кореяның тағдыры ұқсас болған. Екеуі де бір халық бола тұра бөлінді. Екеуі де коммунистер мен капиталистер кесірінен бөлінді. Алайда Германия бірге алып, бүгінгі таңда дамыған мемлекеттердің біріне айналды. Ал Корей елдері әлі бірге алмай жүр. Бұның себептерін айта кетсек. Біріншіден, немістерде азамат соғысы болмады. Ал кәрістерде жаңа айтылғандай миллиондаған адам шығынына келген азамат соғысы болды. Екіншіден, 90-шы жылдары батыс пен шығыс Германия Корей мемлекеттеріне қарағанда бір-біріне жақынырақ еді. Үшіншіден, шығыс Германия Кеңес одағының ықпалымен құрылса да, онда Солтүстік Кореядағыдай қатал тоталитарлық жүйе болмады. Алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету, сондықтан арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. Төртіншіден, германиялықтарда бірігуге деген құлшыныс болды, ал Солтүстік Кореяда бірігуге деген құлшыныс мүлдем жоқ десе де болады. Оңтүстік Кореяда да бұл азайып жатыр. Бесіншіден, Маргарет Тэтчерден басқа Германияның бірігуіне көршілер көп қарсы болмады, ал кәрістердің бірігуіне Қытай қарсы болуы мүмкін. Себебі Қытайға буферлік зона керек. Бұдан басқа себептер де өте көп. Мысалы, Оңтүстік Корея халқының сауаттылығы солтүстіктен жоғары болуы, Солтүстік Кореяның оңтүстік кәрістерден екесе аз болуы, қарама-қайшы көзқарастар, екі түрлі идеология және тағы басқа. Осыған байланысты олардың бірігуін елестету өте қиын. Алайда, егер бірігуге деген құлшыныс болса, бұларды шешуге болады деген ойдамын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызды пікір алаңына қалдырсаңыз болады. Ал енді бүгінгі таңдағы екі мемлекет біріксе не болатыны жайлы болжап көрейік. Кейбір экономистердің айтуынша, бірігу қолдан келсе, Корея әлемнің үшінші экономикасына айналады. Тағы не бола алады? 80 миллион адам, жоғары технологиялар, ең қуатты армияның бірі, ядролық қарулар, Қытай, Жапония сауда жолдары арасында орналасқан
жақсы географиялық орын және тағы басқа. Қысқасы, біріккен Корея супер держава бола алады, бірақ оған жету жолы өте ұзақ және қиын болары анық. Айта кететін нәрсе, бірігу талқысы болғанда Корей Халық Демократиялық Республикасы социализмге көшуді, ал Корея Республикасы демократия мен капитализмге көшуді талап етті. Осымен видео аяғына таяды. Егер де бейне ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады.